Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз күй аңызы әңгімесіндегі кейіпкерлер бейнесі. Күй аңызы әңгімесін барлығымыз оқып, оқиғалар желісімен танысып шықтық. Олай болса, кейіпкерлерді талдауды бастайық. Ең алдымен бізге кездесетін кейіпкерлер Естемес күйші мен Оразымбет күйші. Одан кейінгі кейіпкерлер қария мен оның қызы Жаңыл. Бүгінгі сабағымызда осы кейіпкерлерге тура және жанама мінездеме беретін боламыз. Ережелерді естеріңізге түсіріп, оқиғаны естеріңізге түсіріп дайындалып отырыңыздар. Бүгінгі сабақтағы бірінші тапсырмамыз білу деңгейінің сұрақтары. Оның ішіндегі 4-ші сұрақ: Оразымбет деген кім, қандай адам? 5-ші сұрақ: Жаңыл туралы не айта аласыңдар? 6-ші сұрақ: әңгімедегі қария қандай адам? 8-ші сұрақ: екі күйші өнерлеріңді бірге салыңдар деген қыз сөзінің астарында не жатыр? 9-ші сұрақ: күйші Естеместің заманым өткен екен ғой деп ақыруы нені білдіреді? Білу деңгейіндегі алғашқы 3 сұрақ өте жеңіл болып келеді. Яғни біз осы кейіпкерлерге осы сұрақтарға жауап бере отырып мінездеме бере аламыз. Оразымбет деген кім? Жаңыл туралы не айтасыздар? Қария туралы не айтасыздар? Ал соңғы жағындағы 8-ші 9-ші сұрақтар кішкене күрделірек сұрақтар болып табылады. Өйткені бұл жерде ойлануды қажет етеді, логиканы қажет етеді. Жаңыл қыздың екі күйші өнерлеріңді бірге салыңдар деп айтқан сөзінде астар жатыр. Өйткені 50-ден асқан күйшіге жас қыздың барғысы келуі екі талай. Сондықтан да ол әкесінің салған қолқасына қарай, яғни қарт кісі Естемес күйшіге айтады ғой: егер осы нарымды иітіп берсеңдер, сүтін қайттан оралтсаңдар, сіздерге қалағандарыңызды берем дейді. Сол кезде Естемес күйші: сіз де елде жоқ қолқа салып тұрсыз, мен де елде жоқ сұрауын сұрайым дейді. Сол кезде қыз бірден түсінеді. Яғни жаңағы түйенің сүтінің қайтадан өзіне келгенінің өтемі ретінде қызын беруін сұрап тұрған бірден түсінген Жаңыл қыз өзінің пікірін айтып кетеді осы жерде. Екі күйші өнерлеріңді бірге салыңдар дейді. Осы жерде қыздың өзінің түпкілікті бір ойын байқауға болады. Сіздер де байқаған боларсыздар, яғни үлкен кісіден гөрі ол жас күйшіні құптап. Ал 9-ші сұрақта күйші Естеместің заманым өткен екен ғой деп ақыруы нені білдіреді? Бұл Естемеске ешкім сіздің заманыңыз өтті деп ешкім айтпайды. 50-ге дейін отбасын құрмаған, бала қызығын көрмеген, отбасы қызығын көрмеген кісі қыздың бір іс-әрекетіне қарап, оның өзін жақтырмай тұрғанын, Естемеске тұрмысқа шыққысы келмей тұрғанын байқайды. Осының қандай оқиға екенін, қай сәт екенін тауып отырыңыздар. Балалар, бұл сұрақтарға 4-ші, 5-ші, 6-ші және 8-ші, 9-ші сұрақтарға тағы да жауап беруге дайындалып отырыңыздар. Ауызша дайындалыңыздар. Қазір осы видеодан кейін сіздерден WhatsApp-та осы сұрақтардың жауабын сұрайтын боламын. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Мына 3-ші талдау деңгейінің 2-ші сұрағы: шығарма кейіпкерлерінің іс-әрекеті мен портреттік мінездемесін салыстырыңыздар. Бұл жазбаша тапсырма. Бүгінгі сабағымыздың ең маңызды тапсырмасы. Іс-әрекеті деп отырғанымыз, шығарма кейіпкерлерінің іс-әрекеті деп отырғанымыз жанама мінездеу болып табылады, ал портреттік мінездемесі деп отырғанымыз тура мінездеу болып табылады. Бұл ақпараттарды есімізге түсірейік. Біз жыл бойына осы тура мінездеу мен жанама мінездеуді талдап, бірнеше мысал келтіріп үйрендік, білеміз, дағдыландық. Тура мінездеу дегеніміз автордың мінездемесі. Адамды бір сөзбен не мінездеуге болады. Мысалы, сараң болса Қарабай, аңқау болса Мырқымбай, жалқау, өтірікші болса Судырахмет деп те суреттеп жатады. Яғни тура мінездеу дегеніміз осы шығарманың ішінде, мәтіннің, текстің ішінде автор ол адамның қандай екенін өз сөзімен тура кәдімгідей түсінікті қылып айтып тұрса, ол тура мінездеуге жатады. Ал өздеріңіз білетіндей, жанама мінездеу дегеніміз кейіпкердің іс-әрекеті арқылы мінез құлқын танытуы.
Жанама мінездеу оған қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу арқылы қаһарман бейнесін ашып көрсетеді. Адамның сезімдік көңіл күйін, сүйініш, күйініш немесе кескін кейпін қимыл әрекетімен суреттеу, осылардың бәрі жанама мінездеуге жатады. Тақырып түсінікті болса, тапсырманы орындауға болады. Сіздерге кішкене көмектесіп кетейін. Мысалы, портреттік мінездемесін қалай табамыз деген сұрақ туындап жатса, яғни тура мінездемесін қалай табамыз деген сұрақ болатын болса, мысалға мына басында, шығарманың басында кейіпкерлері портреттік мінездемесі, бұл жерде жалпы портреті бар. Ал енді олардың іс-әрекетін, олардың үстіндегі киімдерін, түр сипатын барлығын сипаттайды. Кеше өткен сабақта айтқанымдағыдай, мысалы, бұлардың сөзінен, мысалы мен кешегі сабақта ботасы өлген бозінген деп естеміс бірден таниды ғой. Осыдан естемістің қандай екенін байқауға болады. Оның өмір көрген, ақылының толысқандығын, сондай дана кісі екендігін бірден көре салып, оның ботасы өлген бозінген екенін түсінгенін жанама мінездеуге жатқызуға болады. Осы секілді тағы шығарманы оқып, қарап тапсаңыздар болады. Және жаңылды суреттейтін жері бар. Осы жерде үйге кіре салысымен естеміз жаңылға қарап қызға сүйсініп отырады ғой, сол жерлерінен іздесеңіздер болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарға ауызша жауап беруге дайындалыңыздар және тура мінездеу мен жанама мінездеуді дәптерлеріңізге жазыңыздар үлгісін. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.